Мынандай бір оқиға айтып берейінші. Раудул Фаих деген еңбек бар. Сол жерде шейх автор мынандай бір оқиғаны келтіреді. Бұл оқиға Абдулла ибн Зайд деген кісіден келеді да, риуаятпен. Естіп айтады: "Уана кунту адуллаха саласата лаялин" дейді. Мен Алланы 3 күн бойы дұға қылдым дейді. Түн бойы тұрып тахаджудқа дейді. Я Раббам, мен жәннатқа кірсем, менің көршім кім болады деген. Ол әулиелерден болғанда енді өз тақуа. Бірақ жәннатқа кіріп атсам, я Раббам, менің көршім кім болады көрсетші деп 3 күн дұға қылдым дейді. Сөйтіп 3 күн бойы дұға қылдым дейді. 3-ші күні дейді, түсіме дейді, бір сөйлеген дауыс естілді дейді, түсімде жатсам дейді. Ей, Абдулла ибн Зайд, сен менің көрші болатын фулана дейді, Маймунату Сауда, Маймуна есімді қара нәсілді әйел, анау Ирак жақта тұрады деп айтты дейді, дауыс. Мынандай тайпада, мынандай деп сонда түсімде келді дейді. Соңын жаңа Абдулла ибн Зайд айтады: мен ұйқыдан оянып алдым, о кездегі кісілер, құрметті жамаат, ақыреттен басқа түк уайым жоқ қой. Жай әшейін киімін жинап алғанда, сол нәрсені білу үшін ұзақ сапарға шығып кеткенде, кім менің көршім болады деген. Жәннатта кіммен бірге болады деп тұрмын. Жаңа Дархан ұстаздың сөзінен есіме түсіп отыр да. Жәннатта кіммен бірге болғанын көрсетші деген. Бұл негізі бұнда қиссалар көп келеді да, әулиелерден. Ана кейбір даже сахабалардан да келеді. Сенің көршің кім менің көршім болады деген уайым болғанда оларға неше. Сондай вопростармен жүрген. Сонымен ана кім Абдулла ибн Зайд сапарға шығады, айтады: мен сапарға шықтым дейді, біраз жүріп келгеннен кейін жаңағы Пәленше деген ауылға келдім. Ауылға келдім да жаңағы әйел туралы сұрастыра бастасам, әйелдер айтты дейді: "Ва ашарун насу фи хадиhi al-qaryati annaha majnuna" дейді. Адамдар айтты дейді, сен сұрап жатқан әйел ол жынды әйел ғой деп айтты да, алжасқан әйел. Оны қаяқтан табамын? Уахия фауқал джабал тар'ал ғанама деп айтты. Ана таудың басында ол кісі ол қой бағып жүреді сол жақта деп айтты. Содан кейін барып, жақсы қалай шығады екен жолын сұрап алдым дейді. Сөйтіп шықтым дейді. Таумен шығып келе жатырмын. Шыға берсем, анда жазық бар екен. Жазық, жасыл шөп, қарасам, джубба дейді. Анда бір ана грузинский бір нелерді көріп бендер, ана іліп алады ғой. Яны өзі тұра береді ғой, қатық қалғанша. Сондай, бұрынғыларда сондай болатын, ана қатық қалғанда. Сондай тұр дейді, о ана әйел кісі арт жағында дейді, сол қиянда намазда тұр дейді. Яна джуббаның де сыртында ішіп жатылып тұр дейді. Бұл сатылмайды, және бұл сатып алынбайды деп жазылып тұр дейді. Сонан кейін күтіп тұрдым дейді, намаз оқып. Намаз оқып болды сол кезде, қасына жақындай бергенде: Абдулла ибн Зайд, қайт үйіңе деп айтты дейді ана әйел адам. Қайт үйіңе, біздің кездесетін жеріміз бұл емес қой, біздің кездесетін жеріміз басқа ғой деп айтты дейді. Соң тоқтап қалдым да: сіз қаяқтан танисыз мені деп айттым дейді. Соны айтады: хадис бар мынандай: Әла қауlan наби саллаллаху алейхи ва арвахул джунудул мужаннада. Пайғамбарымыз саллаллаху айтпап па еді, Абдулла ибн Зайд, на джунудул мужаннада, адамдардың рухтары дейді, джунудул мужаннада, то есть жақын бір-біріне болғандары бір-бірін тартады деген хадис бар. То есть адамдардың рухтары дейді, жақын болып жүреді деген хадис бар да. Сен білесің ғой, бір адамды кездесіп қаласың, анау шынымен де сенің табиғатымен, рухыңмен жақында анау сөйлесіп кетуің жеңіл деген сияқты ше. Осы арвахул мужаннада, рух джунудул мужаннада, бұл рухтар дейді, бұл бір-бірімен өздерін жақындарды тартатын дүниелер ғой дейді да. И соны айтып жатыр да: сен де Алланың құлысың, мен де Алланың құлымын ғой. Екеуміздің рухымыз бір-бірімізді танып тұр ғой. Мен танып тұрмын ғой сен дейді, ана әйел кісі айтады. Сөйтсе ана Зайд нетіп қалады да, тоқтап қалады да, Абдулла ибн Зайд. Сөйтіп тұрады да, қараса қой жайылып жүр да, қойдың қасында 2 қасқыр жүр да. Қасқыр қойға теспейді, қой қасқырдан шошымайды дейді, жүр дейді қойдың арасында дейді. Соңын анаған тұрып сұрадым дейді: кім Маймуна бұл қалай сол кезде, анау қалай жүр қасқыр мен қой екеуі бір-бірімен нетпей? Біресе қарасаң қарама-қарсы дүние ғой. Негізі әулиелерде хориқул ада деген болады. Әдетті
бұзу деген нәрсе болады. Мына пайғамбарда мұжиза деген болады ғой. Сол сияқты ақидада әулиелерде карамат деген болады. То есть ұшу мәселесі, бір сәтте тез жету ол бар. Бұл ақли тұрғыдан келетін болсаң, логикалық мантық тұрғысынан келетін болсаң, бұлары мүмкинул уджуд деп аталады. Бәрі Алла қаласа болу ықтималдығында тұрады бәрі. Енді сол кезде айтып жатыр ғой, әй, Маймуна мына қасқыр мен қой қалай жүр десе, Абдулла, сен білмейтін бе не дейді. Кім өзінің қарым-қатынасын Алламен жақсартса дейді, Алла тағала оның басқа қарым-қатынастарын бәрін жақсартып қояды дейді. Кім Алламен қарым-қатынасын жақсартса дейді, басқа қарым-қатынастарды Алла тағала реттеп қояды дейді. Қасқырдың менімен қарым-қатынасы, қойдың менімен қарым-қатынасы, қасқыр мен қойдың бір-бірімен қарым-қатынасы Алла реттеп қояды дейді. Сөйтіп жаңа Абдулла ибн Зайд таңқалып тұрады да, түсінеді, действительно бұл кісі не екен деп тұрады да, соң өйстіп айтады, сіз маған насихат айтыңызшы, бір уағыз айтыңызшы дейді. Уағыз, который прям ешкім айта алмайтындай уағыз айтыңызшы маған дейді. Ешкім айтпайтындай бір керек дүниені айтыңызшы. Вот сіз айттыңыз, сол точкасы болатындай. Одан кейін ешкім айтпайтындай дейді. Сол кезде кім тұрады да айтады жаңағы Маймуна. Мимма балағани минал ахбар, маған жеткен хабарларда дейді. Маймуна айтады. Кім қандай бір адамға дүние берілсе дейді. Сол дүниені сол екінші рет тағы да оның үстінен артылуды қалап тұрса дейді. Онда оның Алламен қарым-қатынасы түзу болмайды дейді. То есть қандай да бір құлға дүние берілсе дейді. Сол дүниені ол екінші рет қаласа, не болса үстінен қаласа дейді. Ол оның қарым-қатынасы Алламен толық болмайды дейді. То есть Алламен жеке қалу нәрсесі болмайды. Қарым-қатынаста болу деген дейді. Сол кезде айтып жатыр да, башы айтқанда, кім жаңа Маймуна әйел кісі, кімді қарасаңыздар, Абдулла ибн Зайдты тыйып атқан ең керек уағыз айтатын жерде бұл дүниенің қатерлігі, мал-мүліктің. Негізі бүгінгі уағызым мен соны айтайын деп отырмын да, бірақ сонымен қоса бұл есіме түсіп кетті да, как раз Дархан ұстаз айтты ғой, жәннатта бірге болайық деп. Жаңағы Абдулла ибн Зайд пен кімнің Маймунаның жәннатта бірге болу оқиғасы да бұл негізі. Бұл оқиға қисса кәдімгі серьезный классикалық еңбекте Раудул Фаиқ деген еңбекте риуаятымен жазылып тұр негізі. Сондықтан да жігіттер, былайша айтқанда, біз сенің бірінші бұл дүниедегі жауың бұл дүние ғой. Ғалымдарымыз айтады, Ибн Халдун айтады, үлкен ғалымдар айтады, ақылдың жұмысы не дейді адамның бойындағы дейді. Ақылдың жұмысы дейді, әрбір іс-әрекетіңді тәртіпке қою дейді. Сен мысалы бірде жасайын деп тұрсаң, так мынаны маңыздырақ, мынадан қарағанда мынаны бірінші жасайын, одан кейін мынаны жасайын, одан кейін мынаны жасайын, мақсатыма жетемін деген сияқты. Ал ақылы жоқтарда іс-әрекеті тәртіпсіз болады дейді. Сондықтан да малдардың іс-әрекеті тәртіпсіз дейді. Сиыр, қой, ешкі, өйткені ақыл жоқ дейді. Сенің іс-әрекетің тәртіпті дейді. Қазақтар дана, дұрыс іс-әрекеті дұрыс адамға, балаға не деп айтқан, тәртіпті бала деген да. То есть іс-әрекеті дұрыс та ол негізі. Ол ақылды бала ғой негізі. Соны енді айтады, ақылдың жұмысы қайсы алдыға, қайсысын бірінші орындауымыз керек болатын болса, жігіттер, негізі ақылды адам болатын болсаң, сен бірінші уақытша нәрсені тастайсың да, кейінгі мәңгіге нәрсеге ұмтыласың, иә? Бұл қандай мәселеде? Мен сіздерге айтайыншы. Балаңыз тәтті жеп жүрсе, не болса өзіңіз тәтті жегіңіз келеді ғой. Бірақ қаншалықты көп тәтті жейсіз да сіз? Сіз айтасыз, тәтті сол уақытта ләззатта, бірақ сіз последствиясын білесіз артында, иә? То есть оданырақ та последствиясын. Сөйтіп өзіңіздің уақытша ләззаттан тыясыз да, чтоб оданырақ анау сенің өліп кету, не болса денсаулығыңа зиян тимеу деген нәрсе приоритетте тұрады да. Өйткені сен ақылың түсініп тұр. Студент балаларға. Мысалы, таңертең тұрасында сабаққа бармасаң, нәпсі да қалап тұрады ғой сабаққа бармау да кейде. Бірақ сен тұрып барасың, неге? Сен сол уақыттағы ләззатың бармай қалып жатуың. Бірақ біліп тұрсың, оның артында үлкен последствия қиын бар да. Сондықтан сен приоритетті таңдайсың да сен. Бұл сенің ақылың істеп жатыр негізі. Сол сияқты жігіттер, егер сенің ақылың дұрыс таңдап тұратын болса, онда дұрыстап тұрып ақылыңды қосатын болатын болсаң, онда сіздер
дайындалатын нәрсе ақырет болу керек та. Өйткені сенің ақылың түсіну керек, то, что бұл дүниеде сен ештеңе алып кете алмайсың, және ештеңе қалдыра алмайсың, шығып барасың да бұл дүниеден. Былай келгенде да. Сондықтан да жаңағы Раудул Файқ деген еңбегінде өйстіп бастайды да: хасура мен жамаа ма'a залика хуа нақилун мин хазиги дуния дейді. Баша айтқанда, қандай өкініш, қандай банкрот адамға дейді, который жинап терген, бірақ сонымен қоса ол бір жерде қалмайды дейді да. Қандай өкініш дейді да, ол теріп жинап жатыр да, бірақ ол қалмайды негізі бұл дүниеде дейді. Енді сенің ақылың бар ғой, сен ақыл тұрғыдан түсінуің керексің да, жігіттер, сенің артыңнан өлім келе жатыр. Біреулер енді әркім өзіне қойып алған ғой срокты, иншалла шал болып 90-ға келіп өлсек деген бәрімізде сондай идея тұрған шығар негізі, бірақ қанша мысал бар ғой, 35-те өліп жатыр, 40-та өліп жатыр деген сияқты. Сенің ақылың дұрыстап түсіну керек та, былай точка тиіп жүрсе, анау өліп кетті қасыңда, мынау өліп кетті, неге сен өлмейсің да? Сол момент бізге как будто келмейтіндей жүреміз ғой. Бірақ ақиқатына келген кезде кеш болады. Мынандай бір моменттер болып беді өмірлеріңізде, бір өлім сәтіне кеп қалған кезде, неужели маған кеп қалды деген ойлар болмап беді сіздерде? Дану, менің сәтім ба, неужели кеп қалды ма менің очертім дейтіндей. Сондай сәт келеді да. Сондықтан ақылды адам негізі дұрыстап тұрып приоритеттерді орынға қоятын болсаң, сенің ақыретің важнее, чем бұл дүниеде.